Сәлем әлем. Тақырыбымызды жалғастырайық. Сәлем әлем, структура кода, строгий режим, переменный, айнымалылар. Осы 4 тақырыпты өтеміз қазір. Привет, мир. Оның біз бас жағын өтіп қойдық алдында. Өткенде не істедік біз? Replit.com сайтында JavaScript'ті орындадық онлайн. Бірақ орындаған кезде біз Node.js платформасында орындадық. Ол не деген сөз? Біздің реплдарымыз Node.js платформасына, демек, серверде орындалды деген сөз. Серверде орындалды, бізге енді браузерде орындалғаны керек. Мұнда мысалға қарасаңыздар, бірден HTML файлдың ішіне тығып қойған скрипт деген тегтің ішіне. Неге? Себебі браузер әуелі HTML файлды қабылдайды. Соның ішіндегі скрипт деген тегтің ашылуын және жабылуын іздейді. Іздейді дегенде кезіктірсе, соның ішіндегі барлық кодты JavaScript ретінде орындайды. Жақсы. Так. Енді мына жерде Planker сайтын беріпті бізге. Planker сайтын берген. Осының ішінде қарасаңыздар, мысал көрсетілген, соны өзгертсеңіздер болады. Сәлем, әлем деп жазып қойсаңыздар болады. Енді бұған жаңадан файл қосу үшін біз create file дейміз. Сөйтіп alert.js дейміз. Alert.js-тің ішіне жаңа кодты көшіріп әкеліп қоямыз да index.html-ді адресін көрсетеміз. Source атрибуты арқылы. Alert.js деп сөйтіп, click to run десек, не дейді екен? Сәлем әлем дегеніміз шықты. Хотя HTML файлдың ішінде ондай код жоқ. Ол қайда? Source бойынша тауып аласыздар, Alert.js-тің ішінде. Жақсы, сәлем әлемге осы қысқаша нәрсе жетеді. Оның басқа да бір айтқан нәрселері бар. Type текст JavaScript'те жазуға болады, бірақ ол ескірген деген сияқты. Ескірген болса, оны оқып қажет емес. Жақсы, кете берейік. Сәлем әлем бітірдік. Структура кода деген керек. Структура кода жалпы әрбір код майда выражениелерден тұрады, инструкциялардан тұрады. Alert деген ол бір инструкция. Оның ішінде біз привет деп аргумент беріп жібереміз. Енді осы инструкциялар жазып жатқан кезде бір выражение біткен сайын үтірнекте қойған дұрыс дейді. Енді қойса да болады, қоймаса да болады. Мен өзім қойғанда дұрыс деп санаймын. Хотя кейде өзімде қоймай кете берем. JavaScript кешіре береді. Бірақ кейде күтпеген бір нәтижелерге қол жеткізуіңіз мүмкін. Осы үтірнектені қоймағандықтан. Сол себепті қауіпсіз болсын десеңіз, жазатқан приложениеңіз барлық жерде қоя беріңіз, артық етпейді. Так. Мұнда мысалдар көрсеткен. Орындап көрейік. Сейчас будет ошибка дейді. Cannot read properties of undefined rating 2. Мен де түсінбеймін бұл не екен. Осы жерде айта кету керек. JavaScript деген негізі әлемдегі ең кең таралған тіл бола тұра, оның тағы да бір керемет атағы бар. Әлемдегі ең багы көп тіл деген сөз. Баг деген не? Баг деген енді қоңыз деген ғой. Орындалу барысында күтпеген бір нәрселер орындалып кетеді. Код жазған кезде ойлайсың, сенімді боласың. Осылай жаздым, осылай орындалу керек деп, ол мүлдем басқаша нәрсе нәтижеге апару мүмкін. Сол себепті JavaScript'те барынша ожидаемый, предсказуемый кодтар жазу керек. Слишком көп қиыннан қиыстыра бермеу керек. Әр инструкцияны бөлек-бөлек жазған жақсы, үтірнектесін қойып отқан да жақсы. Солай. Жақсы. Енді келесі нәрсе комментарий дейді. Комментарий дегеніміз барлық программалау тілдерінде кездесетін нәрсе. Комментарий деген ол код орындалу барысында движок оны елемейді.
ол орындалу үшін жазылған нәрсе емес, ол келесі бір разработчик оқу үшін жазылатын нәрсе. Немесе өзің үшін бірдеңе жазып кетесің. Мысалға, бүгін жұмыс күнің аяқталып жатыр, бірақ ойыңда бірдеңе тұр. Сол ойыңды ұмытып қалмай тұрғанда кодтың ішіне осылай комментарийға жазып кетсем болады. Мен ертең келіп, мынаны былай қылу керек, мынаны былай қылу керек, мынандай идея деп. Ертең келген кезде соған қарап есіңізге түсу үшін. Жақсы. Енді тағы не? Комментарийдің түрі бар. Егер слэш десеңіз, ол бір қатарда алатын комментарий, ал слэш жұлдызша десеңіз, көп қатарлық комментарий ашылады. Мына слэш жұлдызшамен жабылам дегенше. Жақсы. Болды. Структура коды әзірге осы жетеді. Әрине бұл тақырып қайта айтыла беретін нәрсе, детально тоқталатын нәрсе, бірақ болашақта әр сабақтың ішінде кішкене осыған қайтып отыруымыз мүмкін. Строгий режим, use strict деген ол еркелетпейді деген сөз ғой. Use strict қатаң код жазу ережелері. Бұрындары мен еститінмін кейде, мықты таза код жазғың келсе, әрдайым бас жағына use strict деп жазып қойып отырыңдар депші. Осы сайтта да солай деп кеңес беріпті. Use strict-ті әрдайым қолданып отыруға кеңес бере ма, бермей ма, негізінде қоя берген дұрыс, бірақ жайлап одан арыласың депші. Білмем, өздеріңіз зеріктеріңіз, мен өзім ешқашан қоймаған сияқтымын use strict деп проекттерде. Ешқашан қойған жоқпын. Новичок болып жүрген кезде де қойған жоқпын. Кейін жұмысқа тұрғаннан кейін де қойған жоқпын. Және маған ешкім ұрысқан да емес. Неге сен use strict қолданбадың? Біздің проектіміздің коды нашар жазылып жатыр, сен осы қоймағандықтан деп ше. Сол себепті қатты бір айналысып кететін нәрсе емес деп ойлаймын. Өзім практикамда қолданбаймын. Осы сабақтарды бастаған кезде мен айттым. Өз практикамда нені нәрсені қолдандым, соны түсіндіремін деп, сол себепті мынаны тастай салыңыздар деп айтқым келеді. Қызық болса, кейін өздеріңіз ойнап көрерсіздер, ешқандай талап етілмейді сіздерден. Жақсы, JavaScript-тің қызық жеріне келдік. Айнымалылар дегеніміз енді барлық программированияның несі ғой, негізі ғой. Айнымалылар деген ол қандай да бір ыдыс, сол ыдыстың ішіне қандай да бір ақпаратты сақтап қоя аламыз. Жалпы өмірде де біз көп нәрсені сақтаймыз, көп нәрсені сақтаймыз. Мысалға, баяғы заманда ұялы телефондар жоқ кезде, домашний телефондар заманында әкелерімізде не болатын еді? Блокноты болатын. Соған туысқандардың домашний телефондарын жазып отырады. Ананың нөмірін жазып қояды, мынаның нөмірін жазып қояды, басекелердің нөмірін жазып қояды дегендей ше. Енді сол жазған кезде key value қылып сақтап отырады ғой. Мысалға, key деген жерге адамның атын, немесе мекеменің атын жазып қояды. Сосын value-ға нөмірін жазып қояды. Енді осы жерде назар аударсаңыздар, адамның аты айнымалының аты, айнымалының аты. Ал оның оң жағындағы телефон нөмірі ол айнымалының мәні. Негізінде біз жұмыс жасаған кезде сол мәнімен жұмыс жасаймыз. Мәнімен нотпадымды ашып берейінші осындай кезде. Қызық болсын. Енді мына жерде мысалға Нұрлан деп қойайын, нөмірін жазып қойайын бір 8-7-7-8-8-27. Енді сол Нұрланға мен звондайтын кезде мына аты бойынша звондамаймын. Менің жұмыс істейтін нәрсе мынау нөмірі, оң жағындағы нәрсе. Маған осының дұрыс болғаны өте маңызды. Осы қате болып қалса, бірдеңесі өзгеріп кеткен болса, мен жұмыс істей алмай қаламын. Мына оң жағындағы кейде Нұрлан емес, Нұрлан болып қалуы мүмкін орысша, немесе Нұрлан болып қалуы мүмкін, немесе енді сәл өзгеріп қалуы мүмкін, Нұрлан болып қалуы мүмкін. Ол проблема емес. То есть ол қандай кезде проблема болады? Егерде бірнеше Нұрлан болса, бір-бірінен ажырату үшін. Мысалға, Нұрлан
не дейміз, физрук дейтін болсақ, Нұрлан физрук дейтін болсақ, сосын ар жағында Нұрлан мебельщик дейтін болсақ, сол бір-бірінен ажыратып қою үшін ғана біз мынау айнымалының атын әрі-бері өзгертеміз. То есть әрқайсының өзінің мәні бар. Оң жағындағы айнымалының мәні ол жұмыс жасау үшін керек, ал айнымалының аты не нәрсемен жұмыс жасайын деп жатырмыз, соны естен шығармау үшін, соны тезірек түсіну үшін керек. Ұзағынан шайнай жібердім деп жатқан шығарсыздар да. Негізі солай дұрыс деп ойлаймын. Осы жерде сәл шайнаған дұрыс сияқты. Себебі новичоктар бірінші күннен бастап мына айнымалының атын дұрыс қойып үйрену керек. Бүгін код жазып, ертең өзі шалқасынан түспейтіндей болу керек та. А1, А2, А3 деп айнымалының атын тарсылата бермеу керек та. Енді JavaScript'те айнымаларды жазған кезде біз не істейміз? Бас жағына const деп несін береміз, модификаторын береміз. Const деген константа, тұрақты. Және енді программист болғасын біз немен жазамыз? Латыншада жазамыз. Нұрлан физрук деп қойық. Физрук деп қоямыз, және тең деймізді мынау тырнақшаға аламыз. Тырнақшаға аламыз, тіпті біз былай 8700 деп жазатын болсақ та плюс болмаса да. Неге? Өйткені мына жердегі мәні жазу. Мына телефондарды біз болашақта бір-бірімен қосып, көбейтіп, бөліп, ондай амалдар жасамаймыз ба? Демек біз оны сан ретінде қабылдап отқан жоқпыз да. Біз оны Нұрлан физрук деп былай қылып жазып қоймауымыз керек та. Осылай қылып жазған дұрыс емес. Неге? Өйткені ол маған сан ретінде керек емес, ол маған жазу ретінде керек, ақпарат ретінде. Енді болашақта Нұрлан физруктың нөмірі өзгеруі мүмкін да? Өзгеруі мүмкін. Сол кезде тағы басқа бірдеңе жазайық. 8707, 869, 27 емес, плюс 7 деуім мүмкін да? Енді бағана айттық, константа деген ол тұрақты нәрсе. Егер де біз осы кодты браузерде орындасақ, кеттік, браузеріміз қайда? Осы жерде орындай салайық, консолда. Осылай орындасақ, қате шығады. Не дейді? Assignment to constant variable дейді. Тұрақты айнымалыға тағы да бекітіп жатсың. Assignment деген не? Assignment деген мына тең деген оператор. Тең деген оператор ол математикалық тең емес. Программированиені енді бастатқан болсаңыздар, біліп алыңыздар. Мына екеуі тең дегенде білдірмейді. Негізі осыны былай деп түсінсеңіздер де болады шығар. Мына оң жағындағы мәнді, сол жағындағы айнымалыға бекіту деген сөз. Әуелі оң жақтағы инструкция толық орындалып болады, қандай да бір мәнге қол жеткіземіз, соны аламыз да мына айнымалыға сақтап қоямыз. Осы мынаны орысшалап оператор присвоения дейміз. Оператор присвоения дейміз. Қазақша не десек болады? Бекіту операторы десек болады шығар, бекіту операторы. Жақсы. Мен мына сабақ барысында барлық нәрсені қазақша айту, аудару деген мақсатым жоқ. Қазақша сөйлеп жүрген жігіттерге енді түсінікті болса болды деген сондай ойым бар. Жақсы. Кеттік. Так. Айнымаларға қатысты let және const. Let және const айырмашылығы не дедік? Const деген оны екі рет бекіте алмаймыз. Ал let оны бірнеше рет бекітсек болады. Негізінде қайсысын қолданған дұрыс деп ойлансаңыздар, әрдайым const'ты қолданыңыздар. Жаңағыдай браузердегідей мынандай қате шықсын. Сол қате шыққан кезде ойланасыздар. Егер де мына айнымалыны өзгерту керек болса, мынаны let'ке ауыстыра саласыздар. Бірақ әрдайым ең бірінші const деп жазып әдет қылып алыңыздар өздеріңізге. Const бола берсін барлық нәрсе. Так, кеттік ары қарай. Мына жерде не деп жазып жатыр? Жақсы. Бір қатарға жазып қою деп тұрды. Үтір арқылы. Бүйтіп let деп жазып,
x тең 1, өтір y тең 2, өтір z тең 3 десе болады. Z тең 3 десе болады. Кейін x шығарсаңызды, y шығарсаңызды, z шығарсаңызды шығып тұрады. Осылай жасасаңыздар да болады. Бірақ оқуға ыңғайлы болса, бүйтіп қатарласып жіберіп қажет емес. Бұлай әрқайсысын бөлек қатарға жазсаңызда еш несі жоқ. Өрескелдігі жоқ. Var вместо let дейді. Var дегенді мүлдем қолданбай қойыңыздар. Мүлдем қолданбай қойыңыздар. Ол былайынша морально шаршап жатқан не ғой? Модификатор деймін ба? Ключевое слово дейді. Морально шаршаған. Бұрын let жоқ кезде біз барлығымыз varмен қолданатынбыз. Бірақ оның айырмашылығы бар. Мына сабақ кезінде ғана мен түсіндіріп өтейін. Бірақ практикада сіздер ешқашан оны қолданбаңыздар. Var деген не деген сөз? Мысалға, бітейік. Мен мына жерде let x тең 1 деп жазып қойайын, тағы да. Енді function a деп құрайын функция, және осы функцияның ішінде консолға шығарсын нені? X деген айнымалыны шығарсын. Енді a деген функцияны шақырам, 1 деп шығарып тұр. Осы кезде JavaScript қалай жұмыс жасайды? Paint ашу керек болады шығар. JavaScript әрдайым бір ненің ішінде орындалады, environment'ің ішінде орындалады. Осы жерде орындалып кеткен кезде x тең 1 дегенді көрді, let x тең 1 дегенді көрді, және соның ішінен функция a-ны шақырған кезде тағы да бүйтіп ашылады. Өйстіп ашылады да, мына жерде console log x-ті бердік қой. Енді осы x-ті жоғары қарай іздейді. Интерпретатор ешқашан төмен қарай іздемейді, тек қана жоғары қарай іздейді. Орындалып кеткен жолымен іздейді. Жоғары қарай іздеген кезде осы әуелі функция a-ның ішінен іздейді. Мынау функция a-ның environment'ы. Осының ішінен таппағандықтан ол бір environment жоғары көтеріледі. Ана x тең 1 дегенді тауып алады. Сөйтіп қайтып келеді мына жерге. X-ті қояды да, сосын соны консолға шығарады. Түсінікті ме? Консолға сөйтіп шығарады. Егер де function a-ның ішінде мына жерде ертерек не қылып тұрса, let x тең 2 деген бар болса, құрылып тұрған, біз ана шақырған кезде соны бірінші орындап қояды. Соны бірінші орындайды, міне 2 деп шығып тұр. Енді тазартып жіберейік. Function b дейік. Ол бізге нені шығарсын? Console log y шығарсын, және let y тең 5 десін. Және бұны шақырайық. Қандай қате шықты? Cannot access y before initialization дейді. Y-ті астында құрып жатырсың, бірақ ол құрылмай жатып үстінде қолданып қойып жатырсың дейді. Қалай ол интерпретатор төмен қарай іздемейді деп жатыр да. Енді оны тағы да өзгертейік. Мынаны алып тастай салайық. Қайтадан шақырайық. Не деп тұр? Y-ті құрып қойдық қой жаңа получается да? Жоқ. Оның ішінде консоллог Y. Мен бағана биттім ғой, let x осылай жазған кезде осы y-ті тауып алып тұр бәсе, қаяқтан 2-ні тауып алып десем. Жақсы. Жақсы. Енді қайтадан басқа бір не құра салайын. Оның ішінде бұрын қолданбаған бір айнымалыны шақырайын. Console log k дей салайық. Және s деген функцияны шақырайық. Шақырған кезде көріп тұрсыздар ғой, функцияның атын жазамын, және жақшаларды қоям. Міндетті түрде жақшаларды қою керек шақыру үшін. Енді k is not defined деді. Осы жерде не орындалды? Мынау біздің глобальный environment'іміз орындалып келе жатты. Сөйтіп s деген функцияны шақырған кезде соның environment'і ашылды. Соның ішінде k деген айнымалыны интерпретатор іздеп атқанын көрді кодта. Сөйтті де одан
мына функцияның ішінен іздеп таппады, таппағасын сыртқы неге шығады, environmentке шығады. Сөйтіп ол жерден таппаса одан тағы сөйтіп ең глобальный осы Windows'дың деңгейіне шейін келеді. Windows'a келген кезде, таппаған кезде K is not defined. K деген жоқ деп айтады. Жақсы, енді бағанағы varға келек. Var'дың жағдайында қалай болады? Function s деп құра салайын. JavaScript'те айтпақшы function s деп, одан кейін тағы да function s деп құрған кезде алдындағы функцияны үстінен өшіріп жіберіп отырады. Қайтадан жазып отырады. Мына жерге мен былай деп жазам. Console log x деп жазайын. Бағанағы x деп жазайын. Менде environment сыртына глобальный x бар ғой, 1 деген. Сыны шақырсам, соны шығарады. Енді мына жерге мен функцияның ішіне let x тең 5 деген кезде қате шығарады. Орнатпай жатып шақырып қойдың деп. Енді let'тің орнына var'ды қойсам не болады? Var'ды қойсам не болады? Сіздерге сұрақ, алдында Telegram каналда осы сұрақ қойылған. Undefined шығады. Неге? Неге undefined шығады? Мына жерде variable x деген 5 деп тұр, сырттағы x 1 деп тұр, а мынау алдыда undefined деп шығарды. Себебін түсіндірем. Себебі болашақта өздеріңізде не қылыңыздар, біліп жүріңіздер. Мына функцияның ішінде кез келген жерде мынандай var деп басталатын нәрсе тұрма, ол деген сөз мынаумен 100% аналогы бірдей деген сөз. Let x тең undefined деп жазылып тұрғанмен бірдей деген сөз. Сосын мына жерде x-ті жай қолданып жатыр деген сөз. Егер мына жақтан variable тағы да бірдеңе көріп қалсаңыз, y тең 8 дегенде көрген болсаңыз, оны да сіз бірден не деп түсінесіз? Бас жағында let y тең undefined деп тұр, сосын мына жерде соны қолданып жатыр деп түсінесіз. Әйтеуір var деген функцияның қай жерінде тұрған болса да, бүкіл код орындалмай жатып, ең төбесінде барлық сондай var деген variable'дар undefined болып бекітіліп болады бас жағында. Осылай бекітіліп болады. Арман Слемеев, как стать разработчиком за 6 месяцев деп айтып тұр екен ғой бағанадан бері маған. Жақсы. Осы var деген кішкене шатастырып қою мүмкін. Сол себепті var'ды қолданбаңыздар. Сабақ үшін ғана айтып жатырмын. Егер болашақта интервьюда кездесіп қалса, осылай деп түсіндіресіздер, және қолданып керек емес деп айтып қойсаңыздар дұрыс болады. Жақсы, кеттік ары қарай. Кеттік. Имена переменных. Имена переменных деген әрбір айнымалы өзінің мәнін ашып тұру керек. Мысалға, ана жерде Нұрлан физрук дегеннің орнына Марат дизайнер деп тұрса, сосын мен келесіде аламды, мен Маратқа звондаймын деп физрукқа звондаймын да. Дұрыс емес пе? Ана блокнотқа жазған кезде, телефон нөмірін жазған кезде не істейсіз? Әркімнің нақты өз нөмірін өзінің атына бекітесіз. Дұрыс па? Мына жердегі атына қарап, есіңізге түсіру керек. Слишком қысқа қылып тастауға да болмайды, бүйтіп. Мұрт, зыныр деп ше, кейін өзіңіз түсінбей қаласыз, не еді мынау деп ше. Сол үшін аямау керек символдарды, дұрыстап мәнін ашып жазу керек. Регистр имеет значение деп айтып кетіпті. Дұрыс. Өйткені x деген бар, ал үлкен x деген жоқ. Екеуінің айырмашылығы бар. Не латинский буква разрешены, но не рекомендуется. Let деп қазақша жаза берсеңіздер болады. Бірақ дұрыс емес. Дұрыс емес. Зарезервированные имена дейді. Бір оққаннан дұрыс оқыдым ғой. Бұларды болашақта көресіздер. Кез келген keyword ол айнымалының аты ретінде қолдануға болмайды. Let function деп көрейік. Let for деп па, тең x деп болмайды. Let while
тең 5 деп болмайды. В общем, кейвордтарды қолдануға болмайды. Так, константы деген тұрақты нәрсе, өзгермейтін нәрсе. Константы в верхнем регистре дейді. Оны қоя салыңыздар. Придумывайте правильное имя. Жаңа айтқаным. Задача дейді. Қызық. Задачаларын орындап көрейік. Работа с переменными. Объявите две перемены admin и name. Запишите строку join в переменную name. Запишите строку. Скопируйте значение из перемены name в admin. Қызық екен. Придумайте правильные имена. Какие буквы использовать для имен констант. Күшті екен. Өздеріңіз орындап көре беріңіздер. Өздеріңіз орындап чатқа лақтырып отырсаңыз болады жауабын. Жақсы. Осымен бір тоқтайық. Келесі сабақта типі даннықты өтейік.